Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі Абзал Әбдікәрімов мырза бүгін біздің студиямыздың қонағы. Қош келдіңіз, Абзал мырза. Уақыт тауып келгеніңіз үшін рахмет. Рахмет. Енді жаңағы бағдарлама дедік қой, халық табысын арттыру бағдарламасы бекітілді. Жаңа айтып өткендей, денсаулық, жаңа білім, мәдениет, ғылым саласы мамандарының орташа жалақысы көтеріледі делінді. Бұдан өзге қай сала мамандарының табысы ұлғаяды? Шынында да бұл бағдарлама өте ауқымды, кешенді шаралардан құрайды. Оның ішінде тіке шаралар бар, ол тікелей бюджеттік қызметкерлердің жалақысын арттыру. Одан кейін бөлек бір мәселе, ол халықтың жұмыссыздық мәселесі, жұмысқа орналастыру мәселесі арқылы халықтың табысын арттыру, жұмыссыздықты жою мәселелері бар. Егер жеке келетін болсақ, тіке шаралардың ішінде өзіңіз айтып кеткендей, ол мұғалімдердің, одан кейін барып медицина қызметкерлердің, дәрігерлердің, одан кейін спорт, мәдениет салаларының қызметкерлердің жалақысы келесі жылдан бастап өседі деген күтілудеміз. Орташа есеппен 25-30%. Ал басқа да шараларға қарайтын болсақ, ең басшысы біз бағдарлама арқылы жастарды қолдау мәселесі. Жастарға бөлек тоқтала кетеміз, жалақының ұлғаюына тоқтала кетейікші. Жалақы ненің есебінен ұлғаяды? Ол қалай жүзеге асырылады? Жалақы, егер бюджеттік қызметкерлерді алатын болсақ, ол әрине республикалық бюджетте қарастырылып жатқан қаражаттың есебінен көтеріледі. Мына мәселені айтқым келіп отыр, біз бағдарламаның атауына қарап, ертеңнен бастап халықтың табысы артып кетеді деген ой болмау керек, оны біз жақсы түсінуіміз керек. Ең басты мәселе ол адамдардың ойында, сана сезімде масылдық болмау, ең бастысы еңбекке баулу. Еңбек бірінші ең басты принцип болу. Сондықтан да біз бұл кешенді шарада жұмысқа орналастыру, шағын және орта бизнесті дамыту, одан кейін барып өңдеу өнеркәсібін дамыту арқылы, жаңа жұмыс орындарын құру арқылы, еңбек өнімділігін арттыру арқылы табысты арттыруға бағытталған. Яғни жаңа өндіріс орындарын ашу көзделген ғой, Әрине. Бағдарламада табыстың сатып алу қабілетін қорғауға басымдық беріледі деп көрсетілген. Мұны қалай түсінуге болады? Өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары халықтың табысы, нақты табысы төмендеуде. Оның бірден бір себебі ол кредиттік, яғни қарапайым халықтың несиелерінің көбеюі. Қазіргі таңда 6,3 миллион халықта кредит бар. 10 триллионға кредит бар. Сондықтан да біз іс-шарада ең бастысы агентство арқылы әрбір бағана айтылған 6,3 миллионның халықтың 1,3 миллионы ол проблемалық несие алған адамдар. Олардың бәрі 90 күнден астам өздерінің кредит төлемей жүрген күндері бар. Соған байланысты әрбір осы кредит алушы адаммен жеке жоспар құрылатын болады. Солардың кредит мәселесін шешу бар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе ол инфляцияға күрес кешенді шаралары. Яғни оның ішінде ең бастысы ол азық-түлік мәселесі. Азық-түліктің қымбаттамауына жол бермеу. Ол әрине тікелей сол халықтың қалтасына әсер етеді. Қазіргі таңда, мысалы, сол кешенді шарада біз бірінші кезекте азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Яғни барлық импортқа тәуелді тауарлардың бәрін өзімізде шығару. Әрине ол бірінші кезекте шағын және орта бизнесті дамыту арқылы ғана қол жеткізе аламыз. Екінші мәселе, одан кейін әлеуметтік маңызы бар тауарлардың 15%-тік пайыздық үстемақысы бар. Мысалға, егер картоп алатын болса, дүкендер 15% үстіне ғана қосылады өздерінің табысына байланысты. Одан асырса, заңмен бекітілген жауапкершілік бар. Сондайлармен күрес. Біз анализ қарадық, мысалға, монополияға қарсы агенттікпен жүргізген жұмыс бойынша біз кейбір осы әлеуметтік желілер бар ғой, дүкендер, мысалға әрбір тауарға 40%, 50%-тен астам өздерінің қосымша үлестерін қосып жатыр. Яғни артық табыс тауып отыр. Біз солармен күресу арқылы.
Енді жастарға жұмыс тоқталайықшы, жастарға қалай көмектеспекшісіздер? Сұрағыңыз Қандай бағдарламалар қаралған? өте орынды. Жастар негізінен жастардың рөлі, жастарға көмек көрсету, оларды қолдау әрине біздің басты мақсаттарымыздың бірі. Ахмет Байтұрсынов айтқан, елі болам десең бесігіңді түзе деген. Сондықтан да әрине біз жастардан бастауымыз керек қолдауды, олардың оқыту мәселесі, одан кейін оқу бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу мәселесі. Жұмысқа орналасу мәселесі қазір өзекті болып тұр. Оқуын оқып алады да, сосын оларға барған жерінде бірден тәжірибе керек деп талап қояды. Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда мысалы оқу орнын бітірген 50%-тен жуығы студенттеріміз бітірген түлектер жұмысқа кіре алмай қалып жатыр. Немесе жұмысқа тұрып алып, бірақ соның мысалға бітірген түлектердің ішінде 40% өзінің мамандығымен жұмыс істеп жатқан жоқ. Одан кейін енді бұл бұрыннан келе жатқан мәселе ғой, бұл жолы бұны қалай шешесіздер? Соны шешу мақсатында біз мысалға әлеуметтік министрлігімен бірге бірінші жұмыс орны деген жоба жасалуда. Ол дегеніміз, егер кәсіпорын өздеріне жас маманды жұмысқа алатын болса, мемлекет есебінен субсидиялау қарастырылған. Бұрын ол 20 МРП болатын болса, қазір оны 30 МРП-ға дейін көтеріп жатырмыз. Ол 300 мыңға дейін жуық қаражат көлемінде құрайды. Одан кейін бір жылға дейін ай сайын сол субсидия төленетін болады. Яғни кәсіпорын өздеріне жас мамандарды алуға ынталандыру арқылы жұмысқа орналастырамыз осылай. Халық табысын арттыруды қарастыратын бағдарламаны әзірлеу жыл басынан бері айтылып келеді. Үкімет тарапынан жасалып жатқан енді шара бар дейсіздер, бірақ қарапайым халық әлі оның жалпы нәтижесін ғана емес, қандай да бір өзгерістерді байқап жатқан жоқ. Оның үстіне қазіргі геосаяси жағдайды білесіз, осыған байланысты бағалар күрт өсіп жатыр. Ендігі айтарым, енді сіздердің әзірлеген бағдарламаларыңыз өсіп бара жатқан бағалардың артынан үлгере ме? Яғни жалақы ұлғайды дерлік, қатарласы баға шарықтап жатса, табыстың өсімі байқалмайды да ғой. Сұрағыңыз дұрыс қойылған. Шында да соңғы болып жатқан жағдайды өздеріңіз білесіздер. Бірақ айта кететін жағдай, бұл бағдарлама өткендегі қаңтардағы болған оқиғалардың кейін президентіміз тапсырған мәжілістің отырысында осы үкіметке осындай тапсырма берілген, халықтың тапсыру арттыру бағдарламасын жасап шығару. Бұл бағдарлама бүгінгі таңда үкімет отырысында қаралды, бірақ бұл бағдарлама ашық бағдарлама. Бұл тек қана осымен қатып қалған ештеңе жоқ, жабылып қалды. Бұдан басқа бағдарламада ешқандай шаралар қабылданбайды деген сөз емес. Бағдарламаға қосымша да бүгінгі жағдайға байланысты қосымша да іс-шаралар жүктелетін болады. Яғни инфляциямен күрес, бағаның күрт өсуі шаралары, осыған байланысты қосымша іс-шаралар қарастырылады. Қазіргі таңда оперштаб үкіметтің деңгейінде құрылған. Осы оперштабтың деңгейінде түрлі жұмыс орындары, жұмыс топтары құрылған. Бүгінгі болып жатқан оқиғаларға байланысты осы жұмыс топтары белгілі бір іс-шаралар жасалып жатыр. Осы шаралар дайын болған кезде әрине осы бағдарламаға қосылады. Жақсы, Абзал мырза, енді жұмысыңыз алға басын, оның қызығын қарапайым халық көріп, сіздерге артып отырған үміттері ақталсын деп тілеймін. Сұхбатыңызға рахмет, сау болыңыз. Еске сала кетейін, студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі Абзал Әбдікәрімов. Біз жалғастырайық.